Жоғары тиімді ұлттық транспорттық корпорацияға айналу жолы Қазақстан темір жолы қызметінің негізгі көрсеткіштерін талқылады. Отандық өндірушілерді қолдау, самұрық қазына компаниялар тобы ұсынған 14 преференция. Еңбек тиімділігін арттыру тәсілі, орталық өндіруші кәсіпорынның табыс жолы. Қуаныш бөлісі артады. Ұлыстың ұлы күні қуанышпен бөлісіп, жүрек жарты құттықтаулар жолдаудан тартынбаңыз. Қазақтелеком ТМД елдері аумағына жедел хат жолдау қызметіне 50% жеңілдіктер ұсынып отыр. Бұдан бөлек мерекелік демалыс күндері, яғни наурыздың 21 мен 25 аралығында қалааралық байланыс қызметінің 25% жеңілдік қарастырылған. Бұл күндері таңғы 6-дан түнгі 12-ге дейін пайдаланған қалааралық байланыс қызметі уақытының 4-тен 1 тегін. Толымды ақпарат компанияның ресми сайтында жарияланды. Самұрық қазына компаниялары тобының сатып алуларында отандық тауар өндірушілерді қолдауға 14 преференция қарастырылған. Сатып алулар алдымен қазақстандық өндірушілер арасында өткізіледі. Сондай-ақ тендерлік тапсырыс, авансты қайтару сынды қамтамасыз ету шарттарынан жергілікті өндірушілер босатылады. Міндетін мінсіз атқарғандардың 10 жылға дейін ұзақ мерзімді келісім шарттар жасауына болады. Бүгінге дейін отандық өндірушілермен жалпы сомасы 1 триллион 216 миллиард теңгенің 769 ұзақ мерзімді шарт жасалған. 2010 жылы қордың сатып алуларындағы отандық үлес 50% құраса, осындай ынталандыру шараларының нәтижесінде 2014 жылы бұл көрсеткіш 75%-ға жетті. Бізде жалпы сатып алу сомасы жаңа айтып кеткендей 3,9 триллион теңге құрады. Оның ішінде бір көзден ол 65%. Қазатом өнеркәсіп компаниясының Қызылордадағы зауыты 1,3 миллион тонна күкірт қышқылын өндірді. Кәсіпорын тәулігіне 1500 тонна күкірт қышқылын өндіреді. Ал ұлттық атом компаниясының оңтүстік Қазақстандағы орталық өндіруші кәсіпорны осы аптада уранның 10 мың тоннасын өндірді. Шалғайдағы кәсіпорын өзімен қатар жатқан кеніштерден 2 есе жоғары көрсеткіштерге қол жеткізіп отыр. Серіктестіктің бас директоры Бауыржан Ыбыраев еңбек өнімділігін арттырып, тауардың өзіндік құнын төмендетудің сырымен бөлісті. Қуатты кәсіпорын тек өндірістік жетістіктермен шектелмей, шалғай жатқан ауылды ауыз сумен қамтамасыз еткен. Технология жағынан бізде бәрі жақсы, өндірістің проектный көлемі 2000 тонна жылына, сол біз неге дайынбыз, шығамыз да биыл сол объемға. Бас офистің рудникті қосқанда 513 адам істейді, соның негізі рудниктің өзінде істейтін 461 адам. Сол 461 адамның 82% сол оңтүстік Қазақстан өңірінен. Өзіндік құны бізде ең төменнің бірде саналады. Ол енді кадрларға байланысты, істеген жұмысқа байланысты, подходқа байланысты. Трансформация барысында Қазақстан темір жолы тиімділікті арттырудың тың жүйесіне көшеді. Алдымен қызметтің негізгі көрсеткіштер тізбегін белгілеп бекіту шарт. Кеңейтілген кеңеске ұлттық компания мен акционердің өкілдері, халықаралық кеңесшілер шақырылған. Компанияның даму стратегиясын ескере отырып, алдағы уақытта әр қызметкердің негізгі жұмыс көрсеткіштері айқындалады. Осы талаптарды орындалуына байланысты әр қызметкерге ынталандыру шаралары қарастырылмақ. До 1 апреля Әр көрсеткіштің терең талданып жатқаны жақсы. Біз сәуірдің 1-не дейін барлық бөлімшелерде осы көрсеткіштерді талдап талқылаймыз. Ортақ шешімге келеміз. Сосын сәуірдің 16 күні оны директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне шығарып бекітуге ұсынамыз. Әлемдік тәжірибеде әбден сыналған қызметтің негізгі көрсеткіштерін белгілеу тәсілі үш тарапқа да тиімді. Біріншіден, тұтынушыға сапалы әлі уақытылы қызмет көрсетіледі. Екіншіден, Қазақстан темір жол компаниясының тиімділігі артып, басқару жүйесі жетіледі. Ал акционер самұрық қазына қоры еншілес компанияның құнын арттыра алады. Мы сейчас не будем как раньше. Бұл өте тиімді. Әрбір көрсеткіш түсінікті әрі нақты жазылады. Ешкімге бұйрық түсіріп, мекеме шақырып алып, сынап жатпайды. Нақты көрсеткішпен ғана жұмыс істейміз. Ертең атқарылған жұмыс осы көрсеткіштерге сай бағаланып, бақыланатын болғандықтан, тәжірибелі теміржолшылар мен сарапшылар әр тармақты жіті саралауға тырысты. Біртіндеп әр саттағы қызметкердің өз қызмет көрсеткіштері нақты жазылмақ. Нәтижесінде Қазақстан темір жолы Қазақстанның тиімділігі жоғары ұлттық транспорттық корпорациясына айналуы тиіс.
чем щедрее будут накрыты столы, это будет более благополучный год.